Бәріне сәлем. Алдыңғы сабақта біз тригонометрия негіздеріне жалпы теориясын түсіндіргендей болдық. Енді осы сабақта біз сол тригонометрия негіздерді қолдана отырып есептер шығарамыз. Ол бірінші есебіміз не дейді? Бізде синус x-тің, яғни 1 минус синус квадрат x-ке, яғни арасында қатынасы берілген. Бұл өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді қазір түсіндіріп жіберсем. Яғни бізде 1 минус синус квадрат x-іміз нені береді? Бізде косинус квадрат x-ті береді. Бұл яғни тұрақты формуламыз. Енді синус x болатын болса, турасында косинус квадрат x болатын болса, бұл жерде квадратпен не болады? Түбір жойылады. Демек не алады? Синус x пен косинус x-тің қатынасы алады. Ол бізде неге тең болады? Тангенс x. Яғни тангенс x дегеніміз, енді бұл жерде қандай тангенс x дегенде ол? Бұл жерде бізге айтып тұр. Мұндағы x-іміз, бізде, пи мен 3π бөлінген 2-ні аралығында жатыр. Яғни ол бізде қай ширек? Үшінші ширекке теңеледі. Үшінші ширекте тангенсіміз неге тең? Ол плюс мәнді қабылдайды. Демек жауабы А болады екен. Өте оңай есептер. Келесі есеп өрнектің мәндерінің өзгеру аймағын таныстырады. Өрнектің мәндерінің өзгеру аймағы бізде синус x пен косинус x-ті біз, яғни -1 мен мәндер жиыны, яғни -1 мен 1-ның аралығында қабылдайтын білеміз. -1 мен 1-ның аралығында қабылдайтын болса, демек былай жазсақ болады. Яғни синус x-іміз қазір -1-ді қабылдаса, онда не болады? Таңба өзгереді, плюс 2 бөлінген 3. Ол неге тең болады? 1-ге тең болады. 3-тің 3-ке қатынасы 1-ге тең болады. Ал енді келесі, мысалы 1-ді қабылдайды, синус x енді 1-ді қабылдасын. Бізде 1 минус 2 бөлінген 3. Ол бізде минус 1 бөлінген 3-ке тең болады. Яғни былай жазсақ енді. Минус 3-тен 1. Демек бұл жауапқа бізде қай есеп тұр? 1 және минус 3-тен 1. 1 және минус 3-тен 1 деген жауап. Міне, жауапқа сәйкес келеді екен. Минус 1 бөлінген 3 және 1. Және бізде үшінші есебіміз не дейді? Өрнектің мәндерінің өзгеру аймағын танымыз. Дәл солай. Яғни бізде косинустікіде -1 мен 1-ның аралығында қабылдайтын білеміз. 4 плюс, яғни бірінші бізде плюс алып алатын болсақ, яғни 1-ді қойдық, косинус 4x-тің полный косинус 4x тұтастай не болады? 1-ді қабылдап келеді. Неліктен? Себебі, яғни ол -1 мен 1-ден оның ара асамайды. Демек ол 2 шығады, 4 плюс 2 бөлінген 3. Бұл бізде не береді? 2-ні. Дәл сол -1 болатын болса, 4 минус 2 бөлінген 3. Ол бізде 2 бөлінген 3-ке тең болады екен. Демек бұл жауапқа сәйкес келетіні бізде Т жауабына келеді екен. Келесі төртінші есебіміз. Төртінші есеп не дейді бізде? Яғни тангенс альфаның 4-тен 3-ке тең дейді. Яғни пи, яғни альфамыз бізде қай ширекте жатыр? Бұл бізде үшінші ширекте жатыр екен. Енді бізге не деген? Синус альфаның косинус альфаға бір-біріне айырмасын табыңдар деген. Енді бұл жерде бізде синус альфа мен косинус альфа белгісіз. Бірақ біз оны ести аламыз. Өзіміздің, яғни жаңағыдай тікбұрышты үшбұрыштар арқылы қатынасты тауып аламыз. Яғни тангенс, яғни альфа бұрышын белгілеп алайық. Тангенс альфа деген бізде не еді? Қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болатын болса, демек қарсы жатқан катет 3, іргелес жатқан катет неге тең? 4-ке тең. Бұл жерде Пифагорды қолдансаңыздар, білесіздер, гипотенузамыз неге? 5-ке тең болады. Енді синус альфаны тауып алайық. Синус альфа неге тең болады? Ол қарсы жатқан катеттің гипотенузына қатынасы, косинус альфамыз іргелес жатқан катеттің гипотенузына қатынасы. Енді бір-бірінен айырмасын тап деген бізге 5-тен 3-тің 5-тен 4-тің айырмасы неге тең болады? Минус 5-тен 1-ге тең болады екен.
минус 5-тен 1, бірақ қараңыздар. Так, бізде негізі мына жерде сәл қателесу орындап жатыр. Қазір бүйтейік. Бізге аралықты ұмытып кеттік біз ше. Демек, мына жерде бізде не деген? Үшінші, яғни бізде үшінші шерікте басында айтып өттік қой. Яғни үшінші шерікте бізде синусымыз неге тең болады еді? Минусқа тең болады еді. Минус косинусымыз үшінші шерікте не болады? Тоже минусқа тең болады. Демек, онда бізде 5 бөлінген 4-тен 5 болатын болса, демек, таңбаларды шығарайын енді. Демек, неге тең болады? 1 бөлік 5-тен 1-ге. Яғни ол бізде 0,2-ге тең болады екен. Ол бізде е жауап жатыр екен. Так, бізде келесі есеп 5-ші есепте не дейді? 5-ші есепте дәл сондай, яғни косинус альфа берілген. Бұл бізде қай шеректе жатыр? Яғни үшінші және де төртінші шерек. Үшінші және төртінші, яғни 180 градустан 360 градусқа дейін, үшінші төртінші шеректі қамтып жатыр. Бірақ, яғни назар алып қалсаңыздар, косинусымыз бізде неге тең болып тұр? 10 мәнді қабылдап тұр. Демек, косинус қай шеректе 10 мәнді қабылдайды еді? Төртінші шеректе. Бұл бізде үшінші және де төртінші шерек болғанымен, бізде косинустың алдын мәні 10 болғандықтан, бұл бізде төртінші шерек болады. Яғни үшінші шеректе косинус минус болып кететін үшінші шерек болатын болса. Енді осын ескере отырып жазайық бағанағыдай. Біз тікбұрышты өрісімізді сызып алсақ болады. Яғни косинусымыз бізде 5-тің 13-ге арнасы. Бұл жерде бізде неге тең болады? 12-ге тең болады. Демек, тангенс альфаны табылар болсақ, ол жаңағы қашықтан гаджеттің іргелеске қатынасы, бұл бізде 2,14 шығады. 2,14. Бірақ қандай 2,14? Төртінші шеректе тангенсіміз бізде минус болады. Сол себепті таңба минус болып, яғни д жауабы болады екен. Бізде келесі есеп не дейді? Яғни суреттерге берілгендерден косинус альфаның мәнін табыңыз дейді. Суретте берілген бізде қандай мәліметтер бар? Яғни м бұрышы, м нүктесі бар. Бірлік шеңбері берілген, одан кейін координаталар берілген. Координаталарда бірақ бізде косинустың мәні жоқ. Косинус бізде x алды, бірақ синустың мәні бар бізде. Демек, синустың мәні 0-дің, яғни 0,6 болатын болса, қазір синус альфамыз 0,6 дегеніміз ол 6-ның 10-ға қатынасы ғой. Демек, бұл жерде ол бізде былай қысқартып жазсақ та болады енді. 3-тің 5-ге қатынасы дегендей. 5-тен 3 дегендей. Енді мына жерге біз 3 бұрышымызды сызсақ, 3 бұрышымыз не болды? Синус дегеніміз 3-тің 5-ге, ол демек бізде 4-ге тең болады. Енді қарайтын болсақ, бұл бізде төртінші шерек. Төртінші шеректе синус минус мәнді қолданғанымен косинус плюс мәнді қабылдайды. Демек, косинус альфа ол бізде 4-тің 5-ге қатынасына тең болып, ол бізде 0,8 мәнді қабылдайды екен. Ой, минус мәнді белгілеу дегенше 0,8 деген мән ол бізде е жауабында тұр екен. Келесі 7-ші есеп дәл 6-ші есепке ұқсайды. Яғни бізде не берілген? N нүктесі берілген. N нүктесінде бізде яғни керісінше косинус координатасы белгілі, бірақ синустікі белгісіз. Бізге не деген? Тангенс альфаның өрнегін табыңыз дейді. Енді бізге тангенсті табу үшін бірінші бізге бір тангенс алып кетсек те болады не жерде. Міне енді сызсақ өзіміздің енді косинус альфа не дейді? 7-нің 9-ға қатынасында дейді. 7-нің 9-ға қатынасындай болатын болса, яғни бұл жерде біз мына катетті тауып алатын болсақ, бұл катетіміз неге тең болады? 81-дің 49-ға қатынасында, 49-ның айырмасына тең болады. Бұл жерде біз бірін есептесек неге тең болады? 32-ге, тура 32. Тура 32 дегеніміз ол бізде 16 көбейтілген 2, 16-та не шығады бізде? 4 турасы 2 шығады. 4 турасы 2 шығады.
Енді x бізде белгілі болды, 4 тура секке тең екені. Енді тангенс альфаны табайық. Бізге айтқан ғой, 7 тангенс альфаның мәні. Ол демек 7 көбейтілген тангенс альфа бізде қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Ол бізде 7 мен 7-ні қысқартатын болсақ, 4 турасы 2-ге тең болады екен. Демек, бұл жауап бізде А вариантына сәйкес келіп тұр. Осымен тамам. Егер де түсінбеген есептеріңіз болатын болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, қайтадан қарайық, түсіндірейік. Жалпы есептер өте оңай, бір тригонометрия негіздерін түсіндіріп өткенге. Жақсы, сау болыңыздар.